Күнделікті тамақтардан шаршаған кезде ерекше бір зат жегіңіз келсе, осы тамақты міндетті түрде жасап көріңіз. Біреу еріншек манты дейді, біреу үндінің мантысы дейді, немесе жаппасай деп те атайды. Дәмі өте керемет, қамырлары бөлек-бөлек әдемі болып піседі қыздар. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған су, оған жұмыртқаны қосып, кішкене араластырып, тұз салатын боламыз. Венчикпен немесе вилкамен араластырсаңыз болады. Жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнды салып, әдемілеп қамыр илейтін боламыз қыздар. Қамыр қатты емес, жұмсақ емес, орташа жұмсақтықта болу керек. Және де мен сіздерге бір совет айтсам, қамырды 5-6 минут қолмен жақсылап ысқыласаңыздар, қамыр өте әдемі болады қыздар. Дайын қамырды бетін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Демалған қамырымызды алып, бірінші қолмен, кейіннен оқтаумен жұп-жұқа етіп, кәдімгі мантыға жайғандай етіп, жақсылап қамыр жайып алатын боламыз. Осындай жұқалықта болу керек қамыр. Қамырды жайып болғаннан кейін бетіне май жағып аламыз. Кәдімгі сұйық май жақсаңыздар болады. Осылай барлық жеріне біркелкі етіп жағып, бір-біріне беттестіріп, 5 см-ден осылай кесіп аласыздар. Дәл осы видеодағыдай кесіп алып, заготовка дайындап қоясыздар. Осылай жасалып шығады. Барынша жұқа қылсаңыздар, қамыр соншалықты әдемі болып шығады. Енді қазанымызға майды құйып, үстіне етімізді салып араластырамыз. Ет барынша майда туралу керек. Кейіннен чеснок және пияз, олардың барлығында барынша майда қылып турап, араластырып қуырып аламыз. Әрқайсысын 3-4 минуттан қуырсаңыздар жеткілікті қыздар. Майды да өз мөлшерінде азырақ құйыңыздар. Кейіннен үстіне үйде не көкөніс бар, солардың барлығын саласыз. Мен бұл жерде сәбіз, помидор және де болгар бұрышын қостым. Бұл жерде менде томаттың өзі қолдан жасалынған томат, томаттың рецепті менің YouTube арнамда бар. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Кейін картопты салып, үстіне тұзын, бұрышын, өзіңіз ұнаған приправаларды қосып, қайнаған су құйып, сәл бетін жауып қоямыз да, кішкене қайнағаннан кейін барып, үстіне жаңағы заготовкаларды бірінен соң бірін әдемілеп қойып шығатын боламыз қыздар. Еш қорықпаңыздар, бұл бетіне жабыспайды. Бетін жауамыз да 35 минут пісіріп алатын боламыз. 35 минуттан кейін біздің тамағымыз дайын. Қамырын бөлек, картопын бөлек алып жей бересіздер. Шынымен де өте керемет дәмді. Үнді мантысы немесе мантыға қатысы бар деп айта алмаймын, бірақ дәмі деген керемет болып шығады екен, және ерекше тамақ. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыз.